мен только енаммен көрмеспін. Бұл видеоны тек қана маған бір оқуымның сыбаған болатын. Ешқандай дока-бока цветін нәрсе емес. Енді мне мен сізге көрсетіп кете салайын. Думаю, кіріп ойбаймын. Маған осы адам сен қалай самен не аккаунтыма кірдім. И мен қай видеоға істедім тұтан ештеңе. Міне осы адам маған айтты, мен мейрамхананың 3-ші бөлімінде мен қалай сен вакансиявды ашып аласың. Мысалы мен бұрында аккаунтыма кірейін. Так, 3-ші бөлім. Үшінші бөлімде Балам, демалысқа үйге келесің бе? не бұлар айтты маған да. Сосын айтып қояйын, мен видеоға ешкім ойламаймын. Және де өзі де осы жұлдыздың ай жұлдыздың анасы деген өзі де оласы мен тұқан андай бұндағы қойғанға барды. Мысалы мен бұрында менде осындай ашық жабық тұратын, күн сайын жабық тұрады. Міне емірші видеомда. Мысалы мен бұл кезені басында ұстап бастаған, видеоны көрсете салған. Міне жабық тұрды, жабық тұратын еді. Және мен уже осым хотелось нормально болдым. Енді мен бұларды қалай сен ашып алдым дейсіз. Осылай өзің істейсің, бейне жүктеу. Сразу осылай басып жүргенше пимнан басасың, бейне жүктеу деп істей саласың, қысқа бейне жүктеу демейсің. Мысалы мен может быть мен қайсын салайын. Мысалы мен қазір видео түсірген жоқпын, вот именно. Сосын мен мынаны салайын, сосын салсам деймін. Енді бүйтесіз де, сосын не қазір жазасыз. Английский, мысалы өзің английский саласың ба дейді. И мен мысалы жазам, только мен тока-бока деп істедім, келесі деймін да. Сосын ешқайсың бай басудың керегі жоқ. Сөйбе, не қатады сода үшіді дейсің да. Не осындай біз видео салдыңыз ғой, енді мен оған ат жаздым. Мысалы бір видео, мысалы сіз істедіңіз оны, мысалы қалай болады істеуге. Бай отбасы, қарапайым отбасы деген видео түсірдіңіз, бұл басқа мен түсіп жатқан. Қарапайым отбасы деп видео түсірдіңіз, енді сол қарапайым отбасы деп істейсіз. Журнал менен сұраған адам. И сол кезде не сөйтіп бай. Мен сияқты жазбайсыз, өзіңіз сол сыйлардың атын жазасыз. И сразу екеуін бабаған, жоқ бабаған ешқайсысын баспайсыздар да. Бейне жүктеп салу дегенді басасыздар. Все. Бұл және де бұл видеоны істеп қалай өшіргіңіз келіп отырса бүйтесіздер. Бейнені көру дейсіздер. Не болса бұл не сол уақытта біз түсірген видеомыздың барлығын жүктеп салғанды жою. Вот. Сіз бұл видеоны жүктей аласыз, және де бұл видеоны өшіріп аласыз. Және де маған текер лайк комментарий жазыңыздар. Апаршы сіздерге көп рахмет. Менің жүздіктің 2 жазылсын болыңыздар. Мен сізге көп. Мен өзім сіз ғана көп жақсы көрмеймін. Мен жақсы болыңыздар. Бақшы бұл қыздың аты бізде кім екенін білмеймін. Бақта көруім керек. Бұл бізде Қанағат Қуатовай деген адам менен сұраған болатын. Сол адам енді осы мен видеомды көріңіз. Көрсеңіз, мен сіздерге уже бүгін не берем. Бақшы самам айтыңызды жазып беріңіздер. Этажды үйде қалай істейді, істемеу керек, қандай деше этажда, сол қандай үйлер мен істеу керек. Соларды комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Мен сол үйлерге идея в дом істеп жүрмін. Мен оны обязательно сіздерге көрсетіп, істеп беретін боламын. Салып
Perşembe Baytın kızın 3. bölümü bugün шығады.